Армысыз құрметті көрермен. Деннің саулығы бізге берілген ең үлкен сый. Ол ақшаға сатылмайды, бірақ дұрыс күтім арқылы сақталады. Саумал дәстүрлі емнің алтын қазынасы. Қазіргі ғылым оның бауыр, ұйқы безі, ас қорыту жүйесіне оң әсерін мойындады. Бүгін саулықтың сырында неосаумалдың ғажайыптарын нақты мысалдар арқылы дәлелдейміз. Бағдарлама барысында неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз туындаса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыз. Бағдарламаны бастамас бұрын студиямызда отырған қонақтарымызбен таныс болайық. Қайрат Исхан мырза, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, профессор. Қошеметтеріңіз. Көпшіліктің сүйікті әншісі, нәзік даусымен ғана емес, табиғи өмір салтымен де танымал тұлға Бибігүл Қилымхан. Қош келдіңіз. Ал бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты кейіпкері Әлмен Жексендиев. Амансыздар, қош келдіңіздер. Әлмен аға, енді біздің студиямызға бір айтарым бар деп келген екенсіз. Бір мәселем бар депсіз. Өзіңіздің аузыңыздан тыңдасақ. Дұрыс. Мен Жетісу облысы Жаркент қаласынан келіп отырмын. Бұрын енді ауырып, жас келген сайын отырып тұруыңда бір кедергілер болады екен. Соңғы асқазан проблемасы болды, басталды. Орнынан тұрғанда басың айланып, жерге құлап қалатындай жағдайға дейін жетті. Одан кейін асқазан мазалады. Машинада жүреміз ғой, радиода неосаумал туралы реклама беріледі. Тұтынушылардан, жаңағы неше түрлі аурулардан жаңағы сауығып жатқан, соның пайдасы болып жатқанын айтады. Сол жөнінде мен де хабарластым. Хабарласып бір күнге жетпей әкеп берді. Саумалдың несін. Бір курсын алдым, осы 4 ай болды. Қазір алып біттім. Хабарласып тұрды, қалай пайдаланып жатсыз, қалай бастау керек, қалай пайдаланып, қалай тоқтату керек сияқты нұсқаулар беріп отырды. Ішіп жүргеніңізге 4 ай болды. 4 ай болды, иә. Қандай өзгерістер болды? Келістім. Жеткізіп берді. 30%-тік жаңа жеңілдікпен алдым. Сонымен қабылдай бастадым. Алғашында Қазір демек сіз арылдыңыз сол. Асқазаныңыз ауыратын еді, қыжыл бар еді. Иә. Ол кетті. Бұндар орында. Әсел деген қыз нұсқау беріп отырды, қалай пайдалану керек екен. Соның нәтижесінде отырып тұруым кішкене ұмыттым, мысалға жаңағыдай проблемалардың. Асқазанның несі кетті, соны ұйқы тынышталды. Қазір ол проблема жоқ менде. Өзімді сергек сезінемін, жеңіл сезінемін. Отырсам, тұра алмаймын деген шағым жоқ қой? Жоқ, ондай. Нәтижесіне ризасыз қой? Нәтижесіне ризамын. Жаңағы өніммен бірге алып келгенде сертификаты болды, нұсқаулығы болды, құжаттары болды, сол бойынша қабылдап алдым. Демек өзіңіз тексердіңіз, көзіңіз толық жеткіздіңіз, алуға болады. Ешқандай фейк, бір жалған дүние емес екен. Нәтижесін көргеннен кейін осы көрермендерге, халқыма айтайын деп келдім. Айтыңыз. Алдын ала, бәрі білсін. Ауырмай тұрып, алдын ала жаңағы алып ішсеңіздер, аурудың жаңағы салмағы азаяды, немесе жоқ болады ауру. Деген немді айтайын деп келдім. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Ағайын туыс, ел жұртым, ауырмаңдар, сау болыңдар, сергек жүріңдер, айтайын дегенім сол. Болды, мен кетмеуге десеңші. Кеттім, иә. Неосаумалды ішіңіздер десеңші. Иә, саумал ішіңіздер. Саумал деген енді ата бабамыздан келетқан емдік сусын, оны барлықтарыңыз білесіздер, ол мына саумал шықпай тұрғанның өзінде саумал ішсек деп жаңағы проблемасы бар адамдар саумал ішсек деп жүреді. Оның үстіне ыңғайлы, қалтаға салып аласыз кез келген уақытта, яғни уақыт келген кезде айдалаға бар. Заманауи технологиямен жасалған саумал пайдалануға да ыңғайлы, жаңағы кез келген жерде, кез келген уақытта өзіңмен бірге алып жүрсең. Күшті айттыңыз. Ештеңе қалып қалған жоқ қой. Үйге барғаннан кейін ертең теледидарды қарап отырып, мынаны айтуым керек еді, мынау қалып кетті ғой деген болмасын. Өткелден өткеннен кейін болды ол. Болды, дұрыс. Ағайын туысқандарыңызға кеңес бердіңіз ғой? Кеңес беріп жатырмын. Кластастарыңызға. Қазір айтып отырмын ғой енді, алып үшін. Сұрағымызды Қайрат ағамызға қойсақ. Саумал десе барлығымыз бірден ол биенің сүті сауылды, сол жерде ішу керек деген ұғым қалыптасып қалған. Ал сіз өзіңіз енді мал шаруашылығында жүрген адамсыз, өзіңіз профессорсыз. Біздің осы саумал, неосаумал биенің енді ғана сауылған саумалымен айырмашылығы бар ма? Сіз өзіңіз қалай қарайсыз болды? Құптайсыз ба, жоқ па? Біз енді қазақтың ақтан берді жырау айтқан, арыдан асқан жан бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, бие сүті сары бал,
қымыздан асқан дәм бар ма деп. Ол енді 2 ғасыр бұрын біздің ата бабаның айтқан сөзі. Демек ол кезде физиолог, биохимик ғалымдар болмаса да, бірақ қымыздың биеден өндірілетін өнімнің табиғи организмге әсерін сол кезде айтып кеткен. Енді бүгінгі таңда заман өзгерісіне байланысты қымыз өндіріп жатырмыз, саумал өндіріп жатырмыз. Халық дұрыс түсініп жүру керек деп ойлаймын. Жылқыдан өндірілген өнім ол сүт деп есептелінеді. Сүтті сауып аламыз, сүтке ашытқа құятын болсақ, ол жартылай өнім болып есептелінеді. Содан кейін оны ары қарай бір күн түнететін болсақ, оны қазақтар түнемел қымыз деген. Немесе оны жуас қымыз деген. Ары қарай бір күн тұратын болса тайғымыз, 2 күн тұратын болса құнанғымыз, 3 күн тұратын болса дөненғымыз, 4 күн тұратын болса 5-ші күнге айланғанда бестіғымыз деп. Бұл қазақи атаулар қазақтың. Енді бүгінгі таңда барлығымыз осы жаңа саумал деп отырмыз ғой, саумал мен қымызды айыра алмай жүрміз, немесе сүтті айыра алмай жүр. Сондықтан жылқыдан алғашқы өндірілген ол жылқы сүті. Сүтке ұйтқы құятын болсақ, онда ол саумалға айланады. Саумал дегеніміз осы. Бірақ ол әлі ашып үлгермеген, жартылай өнім, бірақ құрамы сүттен өзгерген. Демек өзгергендіктен онда микроорганизмдік процестер жүреді, антибактериялар өндіріледі, микрофлора түзіледі, және ферменттер жақсарады, витаминдер молаяды. Осыны саумал дейді. Сондықтан осы саумал ішкеннен кейін жаңа ақсақалымыз міне айтып отыр ғой, маған организміне жақсы әсер етті деп. Ас қорыту жолына, жоғарғы дәреже жүйке жүйесіне, нервке, зат алмасу процесіне, энергия алмасу процесіне. Демек бұл айтып отырғанымыз саумал. Сондықтан сүт пен саумалды шатыстырмау керекпіз. Кеше пандемия кезінде ойбай осы жылқы сүті дәрі екен, дәрумен екен деп барлығымыз сүт ішіп кеттік. Кәдімгі жылқыдан сауып, оны сүзіп ішсеңіздер ол сүт. Енді сүтке ұйтқы қосатын болсаңыз, ол саумал. 2 күн, 3 күн, 4 күн тұратын болса, онда ол қымызға айланады. Мына технологиямен қарсы емеспін сіздерге. Бірақ осыны дәріптеп бірге дәріптеу керекпіз. Пайдалы ақпаратқа арасында бүгін мен шынымды Керемет аға. Бүгін мен керемет пайдалы ақпаратқа тойдым. Әйтпесе ағаны тыңдай бергің келеді. Әрине. Қаншама дүниені Ал үйрендім. біздің енді жұлдызды қонағымыз бар. Біз енді өзіміздің керемет әншіміз, өзіміз сүйіп тыңдайтын, Бибігүл ханымнан сұрап көрейікші. Бибігүл, сіз өзіңіз наурыз көже емес, саумал ішесіз бе, жиі ішесіз бе? Жиі ішемін деп айта алмаймын. Бірақ осы 2021 екен, сол кезде осы Болат мырзамен таныстықта бір концертте. Сол кезде осы саумалды білдік. Бізден Ринат ішіп жүр екен де, сол айтты осындай керемет саумал деген не бар деп. Сон дәл осы иммунитетімізді көтеру ретінде мен іштім, өзім қолдандым. Бір 2 айдай ма сондай қолдандым. Демек білесіз, Иә, оны білем. Нео саумалды өте жақсы білем. Енді Бибігүл біз әнші болған кейін мен де әншімін, ода керек айтып боламын. Иә, сен де әншісің, ал мен испан летчигімін. Айта бер. Енді бізде іс сапар өте көп. Жолда болған кейін неше түрлі тағамдар жейсің, ауыр тамақтар жеп қоясың. Осы ғой, осыған ең ыңғайсыздық алып келеді. Сол уақытта осы саумалды ішіп көрдіңіз бе? Көмектесті ма? Әсіресе соған ыңғайлы ғой. Негізі жалпы мысалы өнер адамдары болсын, қаншама жұмыс басты кісілер өте көп қой. Сондықтан әсіресе енді бар таңертең ерте барып саумал ішіп жүргенге қарағанда, капсуланы жаңа қасыңа алып жүріп, 2 уақыттан 3 уақыттан ішсең, ол өте пайдалы деп ойлаймын. Ішпегенге қарағанда жақсы ғой. Бірақ өнім жақсы. Мен бір 2 айда ішкен кезде өзім соның иммунитеттің көтерілген, сондықтан мен өзі анама да алып берейін деп. Бұны енді негізі өзі курс бойынша алу керек екен. Жаңа біз сияқты 2 ай ішіп қоя салу, 3 ай ішіп деген оның бәрі сол өзі әр нәрсені де бір курсымен алған кезде оның өзінің бір нәтижесі шығады ғой. Мен сондықтан соны ойладым. Логикалық бастамасы болып, оның да аяғы болу керек. Өте дұрыс айтасыз. Ең болсын Нео саумалға тапсырыс берем десеңіз, төменде көрсетілген нөмірге қоңырау шалыңыздар. Біздің орталықтың мамандары сіздерге толықтай ақпарат береді. Қазақстанның кез келген жеріне тегін жеткізіп береміз, егер тапсырыс берсеңіз. Көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлерге, сондай-ақ ерекше балалар бар отбасыларға да жеңілдіктер қарастырылған, бөліп төлеуге де болады. Индира, бүгінгі бағдарлама саған ұнады ма? Өте қатты ұнады. Әрине, отырып біраз әңгіме қылуға болатын еді. Әттеген-ай, уақыттың берілгені бізге осымен бүгінге әзірше мәресіне жетуде. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Аман, сау болыңыздар.